Ассалаумағалейкум бәріне. Бүгін 27-ші сабағымызды бастаймыз. Бүгін мынау амортизаторымызға жаңағы пружина жасаймыз. Пружина жасау үшін мынаны таңдап, оны көрсетпей тастаймыз. Содан кейін мына жақты бізге көрсетпей тастау керек. Енді мынаның үстіне амортизаторымыздың бір жағын жасаймыз. Так. Мына жұмыс істеу болады. Таңдайды. Ортасын таңдап, мына жақта. Так, 39, 40. 40 болған ол. 40. Так, бұл жерге 40 дейік та. 40. 39 дейік. 39. 39 дұрыс. Енді тағы бір 40, 60. Так. Дұрыс емес. 60 қылайық. 60 қылдық. Енді өсірейік бұны. Бұны 5 миллилитрге өсірейік. 5 миллилитр. Blind starting offset. Төменге қарай өсіп отыр, дұрыс па? Дұрыс. Starting offset деген бұл қай жерден басталсын деген сөз. Starting offset'ті entity дейік. Так. Шайбамыз шайба сияқты астында. Бұл так, мына жері тиіп тұрды, ол дұрыс емес. Сондықтан мына экструдымызды дұрыстайық. Entitymіз blind қылайық. Содан кейін мына жерге дейін алып келейік. Басқа дұрыс емес нәрсені ұстадық. Мынаны алып келейік. Так, 50 қылсақ. 50. Пішетіміз 60 қылайық. Так, осылай. Енді оның үстіне жұмыс істеу алаңын жасауымыз керек. Так, осылай.
Енді үстеу алаңы таңдайық. Осының ортасында болсын. Енді оң жақтан жұмыс істейік. Оң жақтан істегенде қалай қыламыз? Sketch plane 4-тің үстіне жасайық жұмысымызды. Plane 4, содан кейін мына жерге мындай төртбұрыш жасайық. Так, 4. Так, содан кейін пирс деген тесіп шығу. Мынаны тесіп шығу. Енді мынаны таңдап, артық нәрсені кесіп тастайық. Так, содан кейін мынаны кішкене үш градус болса ше. 3-те 5 градус дейік. Осылай жасайық. Енді бұны revolve жасайық. Бұны аламыз да. Алдық та. Аксисіміз мынау болсын. Осының жанында айналсын. Add болды. Көзі. Міне. Осында втулкамыз жан жағында шайба пайда болды. Шайба жаңағы жерге қазір пружина жасаймыз, сол пружинаны ұстап тұратын болады. Так, енді мынаған жаңағы шайбаны қойық. Қозғалмайтын шайбаны. Бұған қою үшін мынаны бірінші көрсетпей тастайық. Содан кейін section view мына жерді көрсетпей тастайық. Бізге кедергі жасамасын. Так, енді мынаның үстіне шайбамызды сала бастайық. Ортасын алдық. Мына 50 болса, біз 49 қылайық. 49. Шайбамыздың сыртқы шеңберін 70 қылайық. 70 қылдық. Енді бұны өсірейік. Өсіргенде де 5 мм-ге өсірдік. 5 мм-ге өсіреміз. Содан кейін starting offset қыламыз. Жанынан қарауымыз керек. Ол үшін керіге жүрсін. Мынау да офсеті керіге болсын. Так, офсетімізді мұны астына қарай жоқ. Қайттан. Қалындығы 5
мм болсын. Офсетімізді көбейтейік. Офсет деген қай жерден басталсын деген мағына береді. Қай жерден басталсын. Офсетімізді бұлай. Тым көп болып кетті, я? 80 қылсақ. Жетпіс алты қылайық. Так, 76 қылдық. Енді мынаны қарасақ. Так, мынау шайбаның диаметрі кішкентай сияқты. Шайбаның диаметрлері кішкентай сияқты болған. Так, бұл емес, бізге керегі. Бұл емес, бізге керегі. Кімна көрейік. Бұл жоқ, скетч 26. Sketch 26. Swipe sketch мынау. Мынау скетч керек бізге. Мынаны 60 қылмайық, бұны так, 70 қылсақ ше. 70. Міне үлкендеу аламыз. 70 қылдық. 27-28 суретімізді достайық. Так, мынау суретімізді дұрыстайық. Мынаны пирс. Мынаны пирс қылайық. Так, енді көрейік. Енді дұрыс болды. Енді мынаны да үлкейтуіміз керек. Так, бұның диаметрлерін де үлкейтейік. 70 емес, енді бұны 80 қылуымыз керек. Sketch 30. Так, 80 қылдық. Енді мынаның жан-жағына да біз қазір кромка жасайық. 80 қылдық. 80 қылдық. Енді мына жерге бүйтекті. Плейн 4. Төрт қылайық. Содан кейін мынаға пирс қылайық. Содан кейін мынаны сызайық. Артығын алып тастайық. Енді бұны түзетейік. 3-5 қылу керек. 3-5. 3-5-іміз дұрыс. Тағы дұрыстайық. Пирс дегенімізді мынау шетіне келтірейік.
Так, бирч деген шетіне келтірейік. Аламыз да. Так, енді мынаны revolve жасайық. Revolve мынаның бойымен өсіру керек. Add қылайық. Match with all. Неге? Full. Symmetric. One direction. Full. Так. Бұл жерде не дұрыс емес. Бұның беті. Тимей тұр ма бұның? Беті тимей тұр ғой деймін. Тимесе сондай болады. Сәл тимей тұр. Қазір оны дұрыстаймыз. Нөл екіге дұрыстасақ. Нөл екіге енді revolve жасасақ. Енді дұрыс болды. Енді міне екі жағында шайбамыз пайда болды. Енді бұған пружина жасау үшін мынандай нәрсе жасаймыз. Мынаның үстіне сурет саламыз. Бұның үстіне салғанда ортасын табамыз да. Содан кейін мынаның диаметрі 50 болса, сыртқы 80 болса, 80 ғой. Соның 50 мен 80-нің арасы 15 қосқанда 65 болады. Соны 65 қылайық. 65. Енді бұны өсіреміз. Бірақ surface қылып өсіреміз. Бұны up to next дейміз. Келесі тірелетін жерге дейін деген сияқты. Тірелетін жерге дейін. Келді, екінші шайбамызға тірелді. Көріңіз бе? Біздің екінші шайбамызға барып тірелді. Осылай қойдық. Енді бұның үстіне helix қойымыз керек. Helix. Бұның үстіне helix қоямыз. Helixіміз 4 болсын, 5 болсын. Так, жарайды. Енді мынау 7-ші және 8-ші емді алып тастайық. Содан кейін surface'імізді алып тастайық. Енді мына жерге так 10 миллиметрлік 1 сантиметрлік не жасаймыз? Спираль. Sweep деген естеріңізде бар ма? Осыны таңдаймыз. Жаңағы жасаған домалағымызды. Sweep path деген жолын таңдаймыз. Жолын таңдадық, мынандай бір спираль пайда болды. Енді мыналарды ашамыз. Көріңіз, спираль пайда болды. Так, спираліміз сәл үлкендеу. Әжедеше. Неге үлкендеу? Өйткені мынау диаметрі астындағы нәрсенің. Диаметрі. Диаметрі 8-ші бөлшектің диаметрі. Revolve
Bu емес. 29 дейді. Бұның диаметрін өзгертіп көрейік. Так. Диаметр аз болып тұр мұның. 70 пе 80 қылайық бұны. 80 қылайық. Не болады екен? Диаметрмен өзгерді. Диаметр сәйкес келіп тұр. Так, енді мына жерден сәл астынан бар ғой. Шығып тұр. Ол шығып тұрғанды біз кесуіміз керек. Мынаны астынан сурет саламыз қазір. Ортасын табамыз да бүйтеміз, екінші тағы бүйтеміз. Содан кейін мынаны solid remove дейміз. Мынаны қазір қалай болады? Мұны кесіп тастадық. Мына жерде тағы да скетч жасап, бұның ортасын тауып диаметрін 39 қылайық. 39 тағы салып, бұның диаметрін 80 қылайық. Енді бұны өсірейік. Буквально 0,1-ге. Так, 0,1 емес, 0,2-ге десек. Беске. Не көрініп қалды? Бұл неге көрініп қалды? Басында сурет салғанда онда дұрыс емес салдық. Мына жерде мен мынандай нәрсе жасауым керек еді. Онда plane жасап, plane'ді мынаның үстінен offset жасап, 1 миллиметрге offset жасауым керек. Мынаның үстінен 1 миллиметрге offset жасауымыз керек. Бай. Енді үстінеміз. Міне.
Так, 1 миллиметрге офсет жасадым. Енді мынаны плейн 5-тің үстіне жасау керек. Скетчімді экструдымды енді экструд керісінше былай жазсам, second end position дегенді жазсам, бұл жерде 0,3-ке десем, так, мынаны должен 1 миллиметр қылайық. Так, осылай міне жабылды. Merge with all керек жоқ. Merge with мынамен ғана қойық. Мыналарды жауып тастайық, көрсетпей. Plane 4 скетчтерімізді мұнда көрсетпестек. Енді так, осындай амортизаторымыз пайда болды. Бұл жерге дөңгелек қойғанда, мұны жұмсартып тұрады. Бүгінге осы. Сау сәлеметте болыңыздар.